Бүгін молочная девочка мен пирогтарды пісіріп қойдым да, олар суығанша безе кептіріп алайын дедім. Безені 3 түрлі түсте жасадым. Сосын суып тұрған пирогтардың кремдерін жағып, начинкаларын салып, бөліп ыдыстарға орналастырып шықтым. Микста менде маковый, сникерс, слезы ангела творожный және панафи пай бар. Барлығы да натуральный. Сосын красный бархат тортын жасауға кірістім. Красный бархаттың коржықтары суығанша тау боп үйіліп тұрған посуданы жуып тастайын дедім. Потом торттарды жинадым да сәндеместен өзімнің жұмыстарымен шығып кеттім. Жолда Жасұланды ала келдім садиктен. Келген соң оларға печенье беріп қойдым да торттарды жинап сәндеуге кірістім. Молочная девочка бұл. Соңында осындай әдемі красный бархат, вупи пай және молочная девочка торттары шықты. Барлығы да свежий, в наличии, ала берсеңіздер болады. Сосын осындай микс пирогтар. Пирогтар 4000 теңге, торттар 6000 теңге.